Көріңіздер және хабардар болыңыздар. Жылдам ақпарат. Сәлеметсіздер ме қымбат көрермен, біздің арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан жаңалықтар ең біріншілерден болып біліңіз. Келсе арнамызға жазылып лайк басын ұмытпаңыз. Стоп кредит. Қазақстанның несиеден бас тарту қызметі іске қосылды. Цифрлық даму, инновациялар және Аэрокәсіп өнеркәсіп министрлігі азаматтарға стоп кредит қызметінің қосу мүмкіндігі туралы еске салды. Ведомство мұны алаяқтардан қорғанудың әдісі деп санайды. Енді қызмет Егоп мобил қосымшасында және электронды үкімет веб-порталындағы басты бетте қолжетімді. Қызметті есік арқылы немесе логин мен парольді қолдану арқылы қосылуға болады. Ол үшін сайттың басты бетінде сервистер бөліміне өтіп, банктік несиелері, микрокредиттер алудан ерікті бас тарту опциясын таңдау керек. Қызмет шексізге қосылады және де азаматтардың өтініш бойынша өшірілуі мүмкін. Министрлік киберқауіпсіздік шараларын сақтаудың маңыздылығын еске салады және ұсыныстар орындауға шақырды. Әртүрлі аккаунттар үшін күрделі және бірегей парольдерді пайдалану, құрылғыдағы бағдарламалық қамтамасыз етуді үнемі жаңартып отыру, күмәнді сілтемелер мен хабарламаларды ашпау, антивирус бағдарламаларын пайдалану, жеке ақпаратты бөгде сайттарға және қосымшаларға сенбеу, аккаунттар үшін екі факторлы аутентификацияны пайдалану, әлеуметтік желілердегі құпиялық параметрлерді тексеру, 1414-тен келген кодтарды үшінші тұлғаларға бермеу, банктік резервтерді үшінші тұлғаларға хабарламау. Видеомыз кеңінен таралу үшін лайк басып, жақындарыңызға таратуды ұмытпаңыз. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.